Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл видеода мен сіздерге жасанды кірпіктің көлемі туралы айтатын боламын. Яғни қазіргі таңда сұранысқа ие болып тұрған классикалық 2D, 3D, 4D тағы сол сияқты мега көлемге дейінгі аралықтағы жасанды кірпіктің көлемі туралы айтатын боламын. Мысалы, классикалық көлемді алатын болсақ, ол дегеніміз өзіңіздің бір табиғи кірпігіңізге бір жасанды кірпікті жабыстыратын болсақ, ол классикалық көлем деп аталады. Яғни ол өте қатты қалың болмайды. Өзіңізде қанша кірпік бар, соның үстіне әрбіреуінің үстіне жеке-жеке бір-бірден жасанды кірпік жабыстырылады. 2D көлем дегеніміз ол өзіңіздің бір табиғи кірпігіңіздің үстіне екі жасанды кірпікті қоятын болсақ, ол 2D көлем деп аталады. Тура сол сияқты 3D көлемде де өзіңіздің бір табиғи кірпігіңізге 3 жасанды кірпікті жабыстыратын болсақ, ол 3D көлем деп аталады. Егер де сіз өзіңізге қандай көлем жарасатынын білмейтін болсаңыз, сізге классика немесе 2D, 3D-ні жабыстырып көруге кеңес беремін. Себебі ол қатты қалың болмайды, табиғи өте әдемі көрінеді. Бір-екі рет жасағаннан кейін ғана барып, сіз өзіңізге қай көлем жарасатынын нақты айта алатын боласыз. Егер сіз кірпік ұзартып көрмеген болсаңыз, 4D, 5D, мега көлемдерді жабыстырмауға кеңес беремін. Себебі бастапқыда ол сізге ыңғайсыздық туғызуы мүмкін. Себебі олар өте қалың көлемді кірпіктерге жатады. Жаңағы берген ақпаратын пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де түсініксіз болса, видеоны соңына дейін қараңыз. Видеода мына манекенге жасанды жаңағы классикалық көлемді 2D, 3D көлемдерді жабыстырып көрсететін боламын. Видео сізге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Төмендегі комментарийде жазылған сұраққа өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ең бірінші, кірпік ұзартуда пайдаланатын қол жаттығуларына арналған осындай дайын кірпікті манекенге жабыстырып аламыз. Кірпікті жабыстырып болғаннан кейін осындай арнайы кірпікке арналған патчиді манекенге жабыстырамыз. Осы патчиді жабыстырғаннан кейін кірпіктеріміз анық көрінетін болады. Дайын болған манекенге ең бірінші классикалық көлемді көрсететін боламын. Видеоның басында айтып кеткендей, өзіңіздің бір табиғи кірпігіңіздің үстіне бір жасанды кірпікті орналастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, әр кірпіктің үстіне тек қана бір жасанды кірпіктен жабыстырамыз. Тура осылай жабыстырылған көлем классикалық көлем деп аталады.
Келесі бізде 2D көлем деп аталады. Яғни өзіңіздің табиғи кірпігіңіздің үстіне 2 жасанды кірпікті жабыстырамыз. Міне осы жасаған кірпігіміз 2D көлем деп аталады. Келесі жасайтынымыз 3D көлем деп аталады. Яғни өзіңіздің бір табиғи кірпігіңіздің үстіне 3 жасанды кірпіктен жабыстырып отырамыз. Осы дайын болған кірпігіміз 3D көлем деп аталады. Тағы да түсіндіріп көрсететін болсам, мына көрсетіп тұрғаным классикалық көлем деп аталады. Одан кейінгісі 2D көлем деп аталады. Ал мына көрсетіп тұрғаным 3D көлем. Көлемнің бір-бірінен айырмашылығын байқаған боларсыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.